Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан ауа райы болжамы видео төмендегі бір каналға кейінге подписать етмелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстан жаңалықтары 12 сәуірге арналған ауа райы болжамы. Астанада аяз болады, Алматы мен Шымкентте жаңбыр жауады. Қазгидромет РМК мәліметтерінше жұмада 2024 жылы 2026 жылы 12 сәуірде Астана, Алматы мен Шымкент қалаларындағы ауа райы қалай болатынын айтты деп хабарлайды. Болжамға сәйкес елордада күн күрт суып, ынтымақталық ықтималдылығы жоғары, ал еліміздің өзге ірі екі мегаполистеріне найзағай ойнап жаңбыр жауады деп күтіледі. Астанада аспан бұлт, күн райы жауын-шашынсыз, түнде және таңертең тұман болады. Түнде оңтүстік-батыстан соққан жел екпіні 9-14 метр секунд, кей жерлерде ise 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -3, -5, күндіз болса +7, +9 градусты құрайды. Алматыда аспан бұлтты, таңертең және түстен кейін жаңбыр жауып, арасында найзағай ойнайды. Солтүстік шығыстан шыққан жел екпіні 3-8 метр секундтан 18 метрге дейін. Ауа температурасы түнде +7, +9, күндіз +13, +15 градус. Шымкентте аспан бұлтты, таңертең және түстен кейін жаңбыр жауады, найзағай ойнайды, қатты жел соғады. Солтүстік шығыстан шыққан желдің екпіні 3-8 метр секундқа дейін, таңертең көрсеткіште 15-20 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Ауа температурасы +10, +12, түнде болса +19, +21 градусты құрайды. Синоптиктер Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронттардың бөліктерінің жүргізуіне байланысты ауа райының тұрақсыз сипатты салатыны негіздегі жаңбыр жауатынын ескереді. Еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, таулы аумақтарында жауын-шашын, қар, жаңбыр, республиканың шығысында, орталығында жауын-шашын, қар, жаңбыр болатын деп болжанады. Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейіп, сипаты басым елдердің солтүстік-шығыс өңірлерінде көктайғақ, оңтүстік-шығыс өңірлерінде найзағай ойнап, оңтүстік-батыста күндіз шаңды дауыл тұрады, дейді Қазгидромет РМК. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.